Бұл жолы Джон Пендлтон Поллианнаны қуана қарсы алды. «Ал мисс Поллианна», деп күлімсіреді ол. «Сен өзің бәрін кешіргіш жан екенсің. Әйтпесе бүгін маған келмес едің». «Мұныңыз не, мистер Пендлтон? Мен қашан болса да сізге келетіме қуаныштымын». «Түсінбеймін, неге мен бәрін кешіргіш болуым керек?» «Қалай айтсам екен?» деп күмілжіп мистер Пендлтон сөзін жалғастырды. «Өткен жолы орманда аяғым сынып жатқан жерде тапқаныңда да, және үйіме жеткізіп, маған тамақ алып келгеніңде де өзімді дөрекі ұстадым. Маған жасаған бар жақсылығың үшін саған алғыс айтуды ұмытып кетіппін. Міне сондықтан да бүгін маған келуге келісім бергеніңді адамгершілігің деп білемін. Мен өзімді тұрпайы ұстадым». Поллианна ұялып орындықта үнсіз отырып қалды. «Бірақ мен шынымен де сол кезде сізді тауып алғаныма қуандым. Сіздің аяғыңызды сындырып алғаныңызға емес», деп өз сөзін түзеп қызарып кетті. Джон Пендлтон күлімсіреді. «Мен сені түсіндім», деді мейіріммен. «Сен көбінесе бірінші сөйлеп, сосын ойланасың. Ештеңе етпейді, бастысы бәрін дұрыс істейсің. Ормандағы жағдайдан кейін сенің өте батыл қыз екеніңді түсіндім. Саған сондай риза болдым. Тамақ әкелгенің үшін де саған рахмет айтамын». «Сізге ұнады ма?» деп сұрады Поллианна. «Өте. Бүгін де маған бірдеңе ала келдің бе? Полли тәтең беріп жібермеген қандай да бір тәтті жесек қой». Кішкентай қонақ мистер Пендлтонға ұяла қарады. «Жоқ, алып келмедім», деді ол. «Мистер Пендлтон, білесіз бе?» деп жалғастырды ол, әр сөзінен кейін одан әрі қызара түсіп. «Мен Полли тәтем беріп жібермеді деп тіпті де айтқым келмеген». Джон Пендлтон ештеңе деп жауап қатпады. Алысқа көңілсіз көз тігіп, өз ойымен өзі қалды. Осылай 2 минуттай уақыт өтті. Сонан соң күрсініп, Поллианна бар екен есіне алды. «Ал енді бұлай болмайды», деді ол. «Мен сені өзімнің көңілсіз күйімді көрсету үшін шақырған жоқпын ғой. Кітапханаға барып келші. Ол әлгі өзің сол күні қоңырау шалған үлкен бөлме. Пештің қасындағы кітап сөресіндегі өрнекте ойылған сандықшаны алып келші. Ол сол жерде болуы керек, егер бұны ақымақ тәтең өз орнына қоймаса. Сол сандықшаны алып осында келші. Негізі ол өте ауыр, бірақ көтере аласың деп ойлаймын». «Әрине, мистер Пендлтон, мен мықтыма ғой», деп Поллианна бөлмеден жүгіріп шықты. Қолына сандықшаны алып тез оралды. Келесі жарты сағат керемет өтті. Қорапта мистер Пендлтонның әр сапарынан алып келген сирек кездесетін заттар сақталған еді. Ол Қытайдан келген керемет шахмат немесе нефриттен жасалған кішкене мүсінші болсын. Бәрінің тарихы бар. Әйтеуір бір оқиғаны еске түсіруге көмектесетін. Мистер Пендлтон сондай естеліктерді ризашылықпен еске алып отырды. Оның әңгімесі кішкене мүсінге жеткенде Поллианна армандап былай деді. «Я, үнді елінің баласын тәрбиелеу оңай болар. Ол ештеңе білмейді. Ол Құдай осындай мүсінде отыр деп ойлайды. Әрине ол Жими Бинге қарағанда қызығырақ. Өйткені Жими Құдайдың аспанда екенін біледі. Бірақ мен Жимидің де керек екенін біреу болмаса, біреу білсе екен деймін». Бірақ Джон Пендлтон оның қызу әңгімесінің бірде-бір сөзін естіген жоқ. Ол тағы да көзін алысқа қадап, өз әлемінде шарықтап жүреді. Ол әлемде Жими Бин түгілі Поллианнаға да орын жоқ. Біраздан кейін қонақ бар екенін есіне алып, қораптағы кезекті затты алып, оның тарихын айта бастады. Бұл жолы олар тек қораптағы заттар туралы сөйлеспеді. Мистер Пендлтон аяқ астынан Нэнси, Полли тәтесі туралы және қыздың алыс батыста қалай өмір сүргені туралы сұрай бастады. Поллианна үйіне кетуге жинала бастағанда, таңданысына қарай Джон Пендлтон онымен мейірлене сөйлесті. Мистер Пендлтонға құрметпен қарайтын қыз бұл кісінің мейірімі өзі ойлағаннан да көбірек екенін тіпті де білмеген еді. «Айналайын, маған жиі келіп тұршы. Келістік пе? Түсінесің бе? Мен жалғыз басты адаммын. Сен маған керек екенсің. Тағы да бір себеп бар. Себебін қазір түсінесің. Өткен жолы сенің кім екеніңді білгенімде, сені енді көргім келмеген. Түсінесің бе? Сен маған ұзақ жыл бойы ұмытқым келетін жайларды есіме салдың. Міне сондықтан да енді сенімен көріспеймін деп ойлағанмын.
Дәрігерім күнде менен сені шақырайық па деп сұрағанда қарсы болдым. Біраз уақыт өткен соң сені көргім келетінін түсіндім. Өйткені сен жоқ болғанда ұмытқым келген жағдайды азаппен еске алады екенмін. Бір сөзбен айтқанда маған келіп тұрғаныңды қалаймын. Келісесің бе? Әрине келісемін, мистер Пендлтон, деді жаймен Поллианна. Оның көңілсіз бетіне қарап, мен сізге қуана келемін. Рахмет саған айналайын, деп мейірлене жауап берді Джон Пендлтон. Сол күні кешкі ас алдында Поллианна мен Нэнси оның мистер Пендлтонға барғаны туралы әңгімелесіп отырған. Поллианна алдымен өрнегі бар сандықша және оның ішінде сақталған қазына туралы айтты. Керемет, деді Нэнси. Ол саған бәрін көрсетіп айтып берді ме? Ол өзі кісі киік адам еді ғой. Ешкіммен ешқашан сөйлеспейтін. Мен саған айтайын, ешкіммен сөйлеспейтін. Оның тек сыртқы келбеті ғана суық, деп досын қорғады Поллианна. Ол ешқандай ашушаң да, долы да емес, мейірімді жан. Оны неге барлығы жаман адам деп ойлайтынын түсінбеймін. Егер оны жақынырақ таныса, ол туралы адамдар жаман айтпас еді. Оны Полли тәте де жақтырмайды. Білесіз бе, Нэнси, ол өткен жолы тамақ беріп жібергісі келмеген. Ол маған мен беріп жіберді деп ойлап қалмаса екен деп айтты. Ол мистер Пендлтонды өзімнің борышым деп санамайтын шығар, деп кекетті Нэнси. Бірақ мынаны түсінбеймін. Ол саған неге жабысып қалды? Сен әрине маған ренжіме, мисс Поллианна. Бірақ мистер Пендлтон балаларды жақсы көретін адам емес. Адам емес, қайталап айтамын мен саған. Ондай адам емес. Балаларды жақсы көретін адам емес. Бірақ ол маған бауыр басып қалды, Нэнси, деп Поллианна қуана сөзін жалғады. Басында жатырқаған, ал бүгін мені көргісі келмегені туралы шынын айтты. Ол, сен маған ұзақ жылдар бойы ұмытқым келетін жайларды есіме салдың, деді. Бірақ сосын. Қалай дейсің? Деп Нэнси оның сөзін бөлді. Сен оған ұмытқысы келетінін есіне саласың ба? Иә, сосын. Ол не деді? Деді Нэнси. Жоқ, ешнәрсе айтпады. Жай ғана ұмытқысы келетінін айтты. Сонымен бітті. Әрине түсінікті болды. Шұлықтарым менің, панталондарым менің, деп әдеттегі Нэнси. Мұрныма бір иіс келеді. Бұл жерде бір құпия бар. Әй, Поллианна, әй күнім, тура кітаптағыдай. Мен бұл туралы Мод Бикештің құпиясы, ұрланған мұрагер және ұзақ жылдарға тығылған деген кітаптардан оқығанмын. Бұлар керемет кітаптар. Ол жерде құпия, тағы басқа жайттар туралы жазылған. Менің бағы бар үйім. Кітаптағыдай адамдар көз алдымда жүреді деп ешқашан ойламаппын. Ал қалқам, айта бер. Ол саған не деді? Жоқ, саған бекер бауыр баспапты. Мен саған мынаны айтайын. Бекер емес, қалқам менің. Жоқ, Нэнси, деп қарсыласты Поллианна. Көшеде онымен бірінші болып өзім сөйлескенмін. Ол мен оған сиыр сирағынан жасалған тамақ апарып бермейінше кім екенімді білмеген. Сол кезде ғана білді. Өйткені мен оған Полли тәте неге тамақ бергісі келмегенін түсіндіруім қажет болды. Және Нэнси орнынан тұрып шапалақтай бастады. Мисс Поллианна, деді ол, қалқам менің, мен білемін, мен саған мынаны айтайын, мен білемін. Ол Поллианнаның жанына отыра кетті. Ал айта ғой, тек ойланып алып айт, қалай болғанын. Сен оған мисс Поллидің жиен екеніңді айтқаннан кейін сені көргісі келмейтін айтты ма? Иә, солай. Мен оған бұл туралы өткен жол айтқанмын, ал ол бүгін ғана маған мені көргісі келмегені туралы айтып тұр. Мен де солай екенін біліп едім, деді салтанатты түрмен Нэнси. Ал мисс Полли оның атынан тамақ апарып бергеніңді қаламады. Иә, сен оған оның жібермегенін айттың ба? Мен, деп Поллианна сөз қосуға тырысты. Ал ол, деп жалғастырды Нэнси, сенің жиен екеніңді біліп, өзін қызық ұстады ма? Иә, деп ойланып жауап берді Поллианна. Ол өзін қызық ұстады. Менің ойымша, берген тамаққа риза болмаған сияқты, деді ренішпен. Нэнси жан-жағына бір қарап алды да, терең дем алып. Енді нақты білемін. Мен саған мынаны айтайын. Қалқам, мен нақты білемін. Ал тыңда мені. Мистер Джон Пендлтон мисс Поллидің ғашығы, жігіті болған, деп сенімен хабарлады. Жоқ, мүмкін емес, Нэнси. Ол оны жақсы көрмейді ғой, деп қарсыласты Поллианна.
Ненси ғылыммен сусындаған ақылды адамның алғашқы қауымның жабайы адамына қарағандай аяушылықпен қарады. Белгілі ғой, оны жақсы көрмейді, олар ұрсысып қалған. Осындай дәлел айтқаннан кейін де Полианна оған сенбеді. Осыны байқаған Ненси есік алдына отырып алып, барлық әңгімені тәпіштеп түсіндіре бастады. Қалқам, бәрі былай болған. Сен келер алдында мистер Том маған тәтеңнің бір адамы болған деген. Қандай адам? Деп таңғала сұрады қыз. Ғашық адамы. Сен қандай ақмақсың? Қалқам менің, деп сөзін жалғастырды Ненси. Мен мистер Томға сенбегенмін. Ол және ғашық жігіт. Бірақ мистер Том маған тағы бір рет айтты. Болды бітті. Оған қоса ол біздің қалада тұрады. Міне ол осылай айтты қалқам. Бірақ кім екенін айта алмайды. Өйткені отбасы құпиясын сақтауға міндеттімін деді. Міне осылай айтты. Отбасы құпиясы. Ал қазір екеуміз мистер Томсыз ақ ғашық жігіттің Джон Пендлтон екенін білеміз. Өзің қарашы, оның құпиясы бар ма? Бар. Өзінің үлкен үйінде жападан жалғыз тығылып отыр ма? Тығылып отыр. Сен оған тәтеңнің кім екенін айтқанда, өзін қызық ұстады ма? Ұстады. Сосын бір нәрсені ұмытқысы келетін ашық айтты ма? Айтты. Бәрі түсінікті ғой. Бұл тіпті ақымаққа да түсінікті. Оның мисс Полиді ұмытқысы келетіні. Ұмытқысы келеді, бірақ қолынан келмейді. Мен саған мынаны айтайын. Қолынан келмейді. Ұмытқысы келеді, бірақ қолынан келмейді. Міне осылай қалқам. Солай де, деп көзін бақырайтып терең демалды Полианна. Бірақ Ненси, маған неге олар соншама жыл бойы татуласпаған деген ой келді. Олар бір-бірін жақсы көреді ғой. Екеуі де жалғыз. Менің ойымша, олар татуласқанына қуанар еді. Ненси жақтырмай мұрнын тыржитты. Қалқам менің, саған бұл туралы айту әлі ерте. Сен ғашықтар туралы ештеңе түсінбейсің. Бірақ бір нәрсе туралы ойың дұрыс. Осы өмірде сенің қуану, ойыныңды түсінбейтін адам болса, олар біздің қос ғашығымыз. Мен саған қалқам менің, бұл екеуі деп айтамын. Қарашы, жігіт әрқашан ашулы, ал ол аяқ астынан кімге және кім туралы айтып жатқаны есіне түсіп, Ненси үндемей қалды. Бірақ біраз уақыт өтпей-ақ абыржығанын ұмытып кетті. Ал тыңда, деп қатты күлді ол. Оларды сенің ойыныңа тартсақ қайтеді? Ойлап көрші, олар татуласқанына қуанышты болса, ата-бабамның жері бүкіл қала таңданар еді. Мисс Поли және ол. Бірақ бұл мүмкін емес. Мен саған мүмкін емес деймін. Полианна орнынан тұрып үйге қарай бет алды. Салмақты кейіпте бір нәрсені ойластырғаны анық еді.